Қош иісті осындай жұмсақ, тіл үйіретін үйдің нанын пісіреміз. Ең алдымен 350 грамм ұнымызды електен өткізіп, 210 грамм жылы суымызға 5 грамм дрожжымызды, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант салып, әбден араластырып, ұнымызға саламыз. Сосын 30 грамм сұйық майды құямыз. Бәрін әбден араластырып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Кішкене қолға жабыса да ештеңе етпейді, артық ұн салмаймыз. Ыдысымызға кішкене сұйық майды жағып, қамырымызды қойып, 1 сағаттай уақытқа көтеруге қоямыз. 1 сағаттан кейін осындай әдемі болып көтеріледі. Жұмыс орнымызға түсіріп, жайып, рулет ұқсатып ораймыз. Содан кейін қырынан қайтадан ораймыз. Оны қайтадан басып, өзімізге ыңғайлы формаға келтіреміз. Мен бұл жерде батонның формасын келтіріп алдым. Өстіп әдемілеп формаға келтіріп алғаннан кейін ыдысымызға салып, тағы да 20 минут немесе жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін осылай бетіне кесішкемен суын жақтым. Кішкене ұн сеуіп, бетін пышақпен кесіп қойдым. Алдын ала қызған духовкамызге 180 градусқа немесе 190 градусқа қызарғанша 35 минуттай пісіріп аламыз. Суытып қоямыз. Менің балаларым суығанша кішкене бөлігін жеп қойған. Осылай жегенді жақсы көреді. Осындай дәмді нан шығады. Пісіріп көріңіздер.